Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен сіздерді онлайн режимінде көруге өте қуаныштымын. Сабақты бүгін жүргізетін Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің информатика мұғалімі Нұрмұханова Әсел Серікқызы. Бүгін біз сіздермен осы онлайн режимінде элективті курсымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы CorelDRAW бағдарламасында объектілер топтамасымен жұмыс жасау. Сабақтың мақсаты объектілер топтамасымен танысу. Ол көп бұрыштар, жұлдыздар, спиралдар, торлар, төрт бұрыштар, эллипстер, стандартты фигуралар, суреттерді сырттан енгізу. Келесі слайдта біз осы курс бойынша қарастыратын тақырыптарды көріп тұрмыз. Бұны біз сіздермен өткен сабақта қарастырдық. Ал қазір барлығына осындай тапсырма ұсынамын. CorelDRAW бағдарламасының құрылымы. Әрқайсысы қалам арқылы немесе дәптерде осы бағдарламаның құрылымы неден тұрады, соны жазып шығамыз. Ол үшін мен сіздерге сәл уақыт беремін. Ойланамыз, естерімізге түсіреміз. Өткен сабақтарда біз осы саймандарды негізгі құрылымын сіздермен бірге қарастырдық. Жауаптарын жазу үшін бос жол берілген, назар аударамыз. Бос жолға қалам арқылы жазамыз. Егер сіздер тапсырманы орындап болсаңыздар, онда дұрыс жауаптарын біз тексереміз. Тапсырманы тексерейік. Ең бірінші бізде стандартты саймандар орналасқан. Келесі тақырып жолы, мәзір қатары, қасиеттер панелі. Сол жаққа назар аударамыз. Сурет салу терезесі, саймандар, сурет салу беті, сызғыш, құжаттар навигаторы, қалып күй қатары, түстер палитрасы. Тапсырманы жақсы орындадыңыз деп үміттенемін. Келесі біз CorelDRAW бағдарламасының саймандарын қарастырамыз. Негізгі саймандар ол жаңа құжат құру, суретті ашу, суретті сақтау, суреттерге назар аударамыз. Әр команданың өзінің белгішесі бар. Суретті баспаға беру, ерекшеленген объектіні қиып алмасу буферіне көшіру, ерекшеленген объектіні алмасу буферіне қою, алмасу буферіндегі ақпаратты суретке қою. Келесі көп жиі қолданылатын командалар. Іс әрекетті болдырмау. Болдырмауды қалпына келтіру. Суретті импорттау. Суретті экспорттау. Corel қосымшаларын жүктеу. Веб түйінге өту. Келесі масштаб деңгейін орнату. Осы саймандарға назар аударып, әр сабақ сайын біз жиі қолданылатын боламыз. Келесі суретке назар аударамыз. Бұл жерде біз тік төрт бұрышты көріп тұрмыз. Тік төрт бұрышты таңдау үшін перне тақта арқылы сіздер F6-ны басуға болады. Тік төрт бұрыштың екі түрі бар. Бірінші түрі және екінші түрі көрсетілген. Және суретте көргеніміздей таңдаған біздің төрт бұрышымыз ерекшеленген. Оны біз қалай байқадық?
Бұл жерде біз бағыттауыштар немесе маркерлер деп бізде аталады. Кішкентай ғана мінекей 4 бұрыштар көрсетілген. Бұл ерекшеленген сурет. Келесі көп бұрыш, жұлдыз, күрделі жұлдыз. Жұлдыздың да көріп отырғанымыздай бірнеше түрлері бар екен. Келесі негізгі фигуралар, бағыттауыш фигуралар, схема фигуралары, баннер фигуралары, ескертпе фигуралары болып келеді. Бұл да фигуралар өте жиі қолданылады бұл бағдарламада. Мінеки жаңағы біз айтылған фигураларымыз және өткен сабақтада біз осы фигураларға сүйеніп жұмыс жасадық. Қазір мінеки көріп отырғанымыздай осы фигуралар қай жерде орналасқаны бізге бағыттауыш арқылы көрсетілген. Келесі мінеки назар аударамыз. Бұл жерде мінеки көп бұрышты, 4 бұрыш фигуралар бізде орналасқан. Объектілерді ерекшелеуге тоқталғым келіп отыр. Объектіні өзгерту үшін алдымен оны біз ерекшелеп алу керекпіз. Бір ғана объектіні немесе бірнеше объектінің тобын ерекшелеуге болады. Ерекшеленген объектінің айналасында шектейтін блок, ал оның центрінде X белгісі көрінеді. Мінеки біз суретте соны байқап отырмыз. Немесе мен басында айтқанымдай маркерлер пайда болады. Тағы да жиі қолданылатын команданың бірі ол объектінің дубликатын жасау. Дубликат жасағанда объект алмасу буферіне түспей тікелей сурет салу терезесінде пайда болады. Дубликат жасау көшірмесін алғаннан және қиып алғаннан тез орындалады. Онан басқа объектіге дубликат жасағанда оның X және Y осьтері бойында бастапқы қалпымен дубликат жасалған ара қашықтықтың көрсетуге болады. Бұл ара қашықтың орны ауыстыру деп аталады. Және де перне тақта арқылы дубликат жасау үшін біз Ctrl-D пернесін таңдауға болады. Суретте біз көріп отырғанымыздай мінеки жұлдызшаның дубликатын біз жасап отырмыз. Келесі объектіні қиып алу, көшірмесін алу және оны қою. Объектіні қиып алғанда немесе көшірмесін алғанда ол алмасу буферінде орналасады. Ол жерден оның басқа да қосымшаларға қоюға болады. Қиып алғанда объект суреттен алынып басқа жерге қойылады. Ал көшірмесін алғанда түпнұсқа орнында қалады, тек көшірмесі ғана алмасу буферіне орналасады. Бұл да бізде жиі қолданылатын команданың бірі болып келеді. Мінеки келесі суретте біз көріп отырмыз, бізде бірнеше объектілер берілген, олар барлығы ерекшеленген түрде көрсетілген. Ол 4 бұрыш, эллипс және көп бұрыш. Келесі саймандарға назар аударамыз. Жасалған объектілерге, мысалы шеңбер, сектор, доға арнайы өзінің белгішелері бар. Ол бағдарламаның үстіңгі жағында орналасқан. Назар аударамыз. Егер біз мысалы толық шеңберді салсақ, онда бізде ол мінеки осындай түрі болады. Және біз оның градусын көрсете аламыз. Егер секторды салсақ, онда мысалы
екінші секторға қандай градусты біз беруіміз керек, соны мінеке арнайы терезеге біз енгізуіміз керекпіз градусын. Келесі суретте біз өткен сабақта да қолданған форма сайманын көріп отырмыз. Немесе оны тағы да көрсеткіш, бағыттауыш деп атауға болады. Форма құралы объектіні қисық күйге келтіргеннен, оның сыртқы пішімін әртүрлі бейнелерге әзірлеуге арналған. Форма құрылғының негізгі құрылғылары ол тікбұрыштар, эллипстер, тік сызықтар, қисық сызықтар, көп бұрыштар және тағы басқа фигуралар кіреді. Және бұл сайманды таңдау үшін біз пернетақта арқылы F10 функционалды пернесін таңдауға болады. Және де тоқталатыным қисық безе сайманы. Ол қисық және түзу безе түрлерінен тұратын әртүрлі формаларды келтіруге болатын құрал болып келеді. Безе қолданушылардан геометрияны жақсы меңгере білуді талап етеді. Себебі безе құрылыммен сызбаны не белгілі бір фигураны құру үшін мықты шыдамдылық, тиянақтылық қажет болады. Мінеке келесі суретте біз қисық безе үзіндісін көріп отырмыз. Ол бірнеше мысалы, ең бірінші ол сандарға назар аударамыз бұл жерде. Әр сан нені білдіреді? Ең бірінші сан қисық безе сегментін білдіреді. Екінші сан бастапқы түйін. Үшінші түйін болып келеді. Төртінші таңдалған түйін. Бесінші ол бағыттауыштар маркері. Мінеке көрсетілген. Келесі алтыншы ол бағыттауыштар. Мінеке егер біз осындай суретпен жұмыс жасасақ, бізде осындай объектілер немесе үзінділермен біз кездесеміз. Және де ол саймандар тақтасында қай жерде орналасқаны бізде көрсетілген. Және осы команда бойынша немесе осы сайман бойынша біз балық бейнесін құруға болады. Назар аударамыз. Бірінші суреттен бастап, мінеке шеңбер түрінде бізде салынған және оның түйінділері көрсетілген. Әр түйінді жай қойылған жоқ. Әр түйіндіні біз арнайы балықты жасау үшін орнаттық. Мінеке бірінші, екінші, үшінші суреттерге назар аударамыз. Әр түйінмен қалай жұмыс жасалған. Ең соңында бізде мінеке балықтың осындай түрі пайда болады. Жапырақ салу. Жапырақ салуда да біз осындай жалпы алгоритмді орындай аламыз. Түйіндермен жұмыс жасау қажет. Бұл жерде мінеке түйіннің басы және ол жалғасады. Бірнеше түйіндер жасалған. Жалпы бізде осындай күрделі сурет пайда болады. Және ең маңызды деп айтуға болады, біз қолданамыз практика барысында ол нысандарға түстерді қолдану. Түстер палитрасы бізде өте сондай бірнеше түстерден тұрады деп айтуға болады. Біз оны практикалық жұмыста қолданатын боламыз. Мысалы, жай ғана фигураға түсін қоймай, оның шеткі, мысалы, контурында біз бір түспен белгілеуге болады. Бүгінгі орындайтын практикалық жұмысымызда біз осы
қарапайым нысандармен жұмыс жасап, оларды ерекшелеп, олардың кескінін түсіріп, және де контурын өзгерту, түстерін өзгерту, осындай командаларды үйренетін боламыз. Және де тоқталатын маңызды біздің тағы бір жұмыс, ол ұлпа қарды салу. Мінеки, назар аударамыз. Ұлпа қарды салу, бұл жерде тағы да түйіндермен жұмыс жасалған, және егер түйіндерді біз дұрыс жасасақ, бізде осындай күрделі сурет болуы мүмкін. Ал егер сіздер практикаға дайын болсаңыздар, онда Corel Draw бағдарламасын іске қосамыз. Ол үшін мен уақыт беремін. Мен де Corel Draw бағдарламасын іске қосамын. Corel Draw бағдарламасы іске қосылған болса, онда жаңа құжатты құруға рұқсат. Мінеки, бізде жаңа құжат ашылды. Бұл бізде жұмыс аймағы болып есептеледі. Ең біріншіден, жаңағы басында мен айтып кеткеніндей, бүгін біз фигураларды орналастырып, оларды ерекшелеп, ерекшеленген түрлерін көреміз. Мінеки, қазір мен төрт бұрышты орналастырдым. Үлкейтуге де болады. Төрт бұрышты, егер мен қазір тінтуірді кез келген жерге бассам, мінеки, менің жаңағы ерекшеленген фигурам жалпы бастапқы түріне келеді, бірақ ол қазір ерекшеленіп тұрған жоқ. Себебі біз көргеніміздей, бұл жерде бағыттауыштары немесе маркерлерін біз көріп тұрған жоқпыз. Екінші рет шерткен кезде фигураға біз тағы да маркерлерін, мінеки, жан жақтан төрт бұрышты маркерлерді байқап тұрмыз. Бұл фигурамен қазір кез келген команданы орындауға болады. Мысалы, ерекшеленген фигураның түсін өзгертуге болады. Мінеки, түстер палитрасынан түстерді таңдаймыз. Және де егер екінші рет басқан жағдайда тінтуірді, маркерлердің түрі өзгереді. Бұл нені білдіреді? Бұл жерде мен фигураны, мысалы, айналдыруға болады, оң жаққа немесе сол жаққа. Келесі, ерекшеленген фигураның дәл ортасында, мінеки, бізде X пернесіне ұқсайды. Егер мен оны орнынан жылжытсам, мінеки, осындай біз командаларды байқаймыз. Келесі, өшіруге болады, басқа фигураларды таңдап көреміз. Мысалы, шеңбер. Жаңағы мен шеңберді айтқанымдай, сабақтың басында бізде эллипс деп атауға болады, эллипс. Мінеки, толық бізде эллипс суретте тұр. Егер мен секторды таңдасам, бұл жерде біз сектордың өз арнайы градусын қоюға болады. Мысалы, 90 градус қойсақ, бізде мынандай ғана фигура немесе сектордың түрі қалады. Егер біз 180 орнатсақ, онда осындай түрін байқаймыз. Және де, мінеки, доға ретінде де көруге болады. Өшіреміз. Келесі, тағы да біз басқа фигураларды таңдайық. Негізгі геометриялық фигураларға тоқталайық. Бұл жерде, мысалы, мен бір смайлды алам. Бұл жерде біздің негізгі мақсатымыз алған фигураның кесіндісін жасау. Ол үшін біз оны ерекшеледік. Және, мысалы, мен түсін өзгерте аламын. Түсін өзгерткеннен кейін, оның дубликатын жасау үшін мен, мінеки, Ctrl-C немесе дубликат жасау командасын таңдаймын. Оның бірнеше тәсілі бар. Мәзір арқылы жасауға болады. Бұл жерде, мінеки, правка командасын таңдағаннан кейін дубликат жасау командасын таңдауға болады. Немесе пернетақта арқылы.
тағы да бір тәсіл, Ctrl пернесін мен бассам, мінеки, менде дубликаты Ctrl пернесімен бізде жасалмайды. Сондықтан біз дубликат жасау командасын арнайы таңдаймыз. Енді буфердан оны алып қою. Екінші кескіні мінеки. Осылай біз кез келген фигураның объектінің дубликатын жасай аламыз. Оны өшіріп тастау үшін біз перне тақтадан Delete пернесін басамыз. Жақсы. Келесі, мысалы, кез келген фигураның контурын өзгерту. Ол үшін біз тағы да негізгі фигураларға барамыз. Контурды өзгерту үшін бір фигура таңдайық. Мінеки, осындай фигураны таңдаймыз. Оның түсінде қоюға болады. Мінеки. Енді контурын қалай біз өзгертеміз? Немесе контурға бізде арнайы ол абрис деп аталады. Абрис сайманы бар. Бұл жерде біз мысалы қандай контур бізге қажет, соны біз таңдаймыз. Ол бірнеше түрге бөлінеді. Мінеки, контурлардың түрін көріп отырмыз. Егер контур мүлдем қажет емес болса, онда контурды X-ке басып, жоқ алып тастауға болады. Қайтадан бір контурдың түрін таңдауға болады. Және контурдың арнайы түсін де біз таңдай аламыз. Мінеки, мысалы жасыл. Онда бізде контур жасыл болып көрінеді. Және оны мінеки, осылай біз өзгерте аламыз. Жақсы. Өшіреміз. Бұл фигураның контурын өзгерту болды. Келесі, басында мен айтқанымдай, қазір ұлпа қарды жасап біз үйренеміз. Ол үшін барлық нысандардың ішінен біз көп бұрышты таңдаймыз. Көп бұрышты саламыз. Көріп отырғанымыздай, менің көп бұрышымде неше бұрыш бар? 5 бар. 5 бізге аз, біз 6 бұрыш қоямыз. Назар аударсақ, CorelDRAW бағдарламасында кез келген нысанды біз ерекшелегенде және таңдағанда оның арнайы саймандары мінеки ең үстінде қосымша тағы орналасады. Бұл жерде біз нысанның неше көп бұрыш болғандықтан неше бұрыш қойғымыз келеді. Мысалы, егер 10 болса 10 қоюға болады, ал бізге нақты 6 қажет, 6 деп қоямыз. Сонда фигурамыздың түрі өзгереді. Дәл ортадан орналастырамыз. Келесі, осы фигура үшін бізде арнайы кілт бар. Ол кілтті біз жабуымыз керек. Мінеки, ең үстінде кішкентай ғана кілт жабамыз. Одан кейін жиі қолданылатын, біз айтқанымыздай, бізге форма сайманы қажет. Немесе F10-ды басуға болады. Назар аударамыз, әр сайманды мен таңдағанда біздің фигураның түрі өзгеріп отырады. Бұл жерде біз нені байқадық? Фигураның ең үстіңгі түйіндісінен бастап жоғары қарай көтереміз. Сонда бізде мынандай мінеки жұлдызша пайда болады. Менімен кім бірге орындап отыр? Осындай менімен бірге үлгеріп, осындай суретті салды деп мен үміттенемін. Келесі жұмысымызды жалғастырамыз. Мен әлі осы сайманды таңдап отырмын. Ол бізде форма. Қазір бізге қажет не? Түйіндерді нақты және дұрыс қою. Ұлпа қарды жасау үшін бізге бірнеше түйін қоюымыз керек. Оны біз қай жерден бастаймыз? Ең үстіңгі жұлдызшаға қараймыз. Ең үстінен мінеки мен бір түйін, оған қарама қарсы тағы түйін қоямын. 2 түйін қойылды. Тағы да
екінші түйін қоям, оған қарама қарсы тағы бір түйін. Үшінші түйін қойылады, оған қарама қарсы тағы бір түйін. Назар аударсақ, мен тек қана бір жұлдызшаның ең үстінде орналасқан мінеки суретке мен түйіндерді қойып шықтым. Ал қалған бізде жалпы 6 бұрыш дедік. Қалған 6 бұрыштың барлығында осы мен қойылған түйіндер пайда болды. Келесі алгоритмін орындаймыз. Мінеки бізде 1, 2, 3 түйін қойылды және оған қарама қарсы. Қазір мен ортадағы тұрған түйінді жоғары қарай созуым қажет. Созамыз. Келесі оң жақтан және сол жақтан. Үстіңгі түйінді дәл ортада орналасқан біз сәл көтереміз. Сонда мінеки бізде осындай сурет пайда болды, бірақ бұл әлі аяқталған жоқ. Ол үшін біз тағы да ішкі бұрыштарына 2 түйіннен қоямыз. Бірінші және екінші түйін. Енді мен тінтуірді 2 қойылған түйіннің дәл ортасына апарып көтеремін. Сонда бізде мінеки түйіндер осылай барлық жан жақтан симметриялық түрінде бізде көріп отырмыз. Фигураларымыз дұрыс болып шығу керек. Мүмкін кейбіреулеріңізде менде сияқты фигура егер жасалған жоқ болса, бұл жұмысты қайтадан орындап көруге болады. Сондай қиын деп біз айта алмаймыз, себебі бұл тек қана түйіндермен жұмыс болды. Бұл жерде бізге не қажет? Тінтуірмен дұрыс жұмыс жасау ең біріншіден, және екіншіден түйіндерді дұрыс қарама қарсы дұрыс орналастыру. Келесі суретімізді бөлектейміз, немесе ерекшелейміз. Оның көлемін кішірейтуге болады. Кішірейтеміз. Және біз білеміз, ұлпағар бізде ақ түсті болуы мүмкін, немесе егер түсті біз алсақ, көк түске бояуға болады. Сонда бізде осындай әдемі бір сурет пайда болды. Енді осы суретті сақтау үшін біз не істеуіміз қажет? Сақтау үшін біз файлды таңдаймыз. Және CorelDRAW бағдарламасында сақтау қажет болса, онда суретті қалай сақтау командасы немесе Ctrl-Shift-S пернесін басуға болады. Және тағы да егер сурет түрінде сақтауымыз қажет болса, онда біз оны экспортқа басып, арнайы біз қай жерге сақтаймыз, соны нақты белгілеп, атын береміз, және суреттің атын береміз, және оның қандай форматта сақталатынын біз таңдауымыз қажет. Бұл жерде біз өткен сабақтарда айтқан жиі қолданылатын JPEG форматын таңдап отырмыз, және суретке атын жазып қоюға болады. Одан кейін экспорт деп біз басамыз. Жақсы. Егер барлығы осы суретті орындауға үлгерсе, онда бағдарламаны біз жабамыз, арман қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Бірге болып практикалық жұмыс жасағандарыңызға рахмет. Ал енді үйге тапсырма. Бүгінгі сабақта біз қарастырған негізгі сайман құралдарды тағы да қайталау қажет, дәптерге жазып шығу, және үйде практикалық бөлімінде осы негізгі нысандарды қолдана отыра
бір жұмыс жасау. Ерекшелеу, негізгі командалар: дубликат жасау, түстерді өзгерту және түйіндермен жұмыс жасау. Және осы сабаққа қатысты және CorelDRAW бағдарламасында жұмыс жасағанда біз негізгі терминдарды қолданамыз. Осы терминдармен үйде танысу, дәптерге жазып шығу, мінекей назар аударамыз. Түйіндермен жұмыс, қосымша, мінекей кімге түсініксіз болды, тағы да түйіндерді қалай жұмыс жасауға болады екен, соған біз назар аударамыз. Ал қазір көңіл күйлеріміз жақсы ма, жоқ па, соны байқайық. Егер жақсы болса, онда жақсы смайлды таңдаймыз. Егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, мүмкін онда маған хабарласуға болады. Жалпы енді менің көңіл күйім жақсы, сіздерде де көңіл күйлеріңіз жақсы деп мен ойлаймын. Егер осы сабаққа қатысты құжаттар қажет болса, онда сіздер арнайы сайтқа кіруге болады. Ол modul.niche.edu.kz сайтына хабарласып, осы сабақтың барлық құжаттарын сақтап алуға болады. Сәтті жобалар жасауға мен тілектеспін. Бірге сабақта қатысып, жұмысты жасаған барлық оқушыларға рахметін айтамын. Сау болыңыздар.